баласы бар, 5 баласы. Бір баласы ерекше. Өзі күндіз түні жалғыз өзі еңбек етіп, сол соңғы ақшасына баласына осыдан 2 ай бұрын продукция алып еді. Махаббат кеше көзіне жас алып, сол результатын айтып еді. Бөлісіңізші. Осы адамдарға айтыңыз. Хорошо. Не первый раз. Жарайды. Сәлеметсіздер ме? Қош келдіңіздер. Мен балам ДЦП. Еш уақытта мен берілген емеспін. Мен баламды врачқа барсам да, қайда барсам да особенно ребенок деп айтады ғой. Мен бірақта өзімнің балама особенно ребенок деп қараған емеспін. Мен барлық уақытта барлық балаларыма айтып отырамын. Умные мои, они все умницы. Таңғалатын жағдайым енді өзімнің өмірімде болып жатырды ғой. Бұлай бөлісе беруге де қорқамын. Шүкір баламен жұмыс жасап жатырмын. Қандай дәрігерге барсам да маған айтады, 100% балаңыз сіздің жазылмайды. Жыламаңыз, біз де жылаймыз. Ну, я ни разу не сломалась. Гүлжан ханымды мен 2 жылдан бері тыңдаймын. Енді бұйқыт іздеймін барлық уақытта. Балам кішкентай кезінде диагноз қойылғанда дәрігер менен иммунитеті түсіп кеткен. Жеміне қаша болды баламның. Сентябрь айында Гүлжан ханымның семинарына келдім. Барлық затты тастап артқа қарай. Гаджетті тыңдаймын, постоянно барлық несімен жібермей отырамын Гүлжан ханымна. Содан соң мен осы шешімге келдім. Мен балама қалай да болмасын көмектесуім керек. Мен еш уақытта да мен берілген емеспін. Соңына неге сене бермеймін? Я признаюсь, да, биодобавкаға былай сене бермеймін. Себебі не? Потому что ол ешқандай да испытание жасалмаған балаларда. Білмегеннен кейін бере бермеймін. Қаншама кеншейді айтты елдерді, вот кальцийін бер, ананы бер, мынаны бер, бірақ та мен ол нелерді бере бермеймін. Врачтар, неврологқа барсам, енді кешіріңіздер, дәрігерлер отырса, неврологқа барсам, анада целый список береді. Бірақ та мен ол целый списокты кезінде, хотя бы кішкентайда болса менің балама көмектессін деп, сол дәрілерді беремін деп, баламның 17 жылы бауырын отырғызып алдым. Балам уже жаман болып қалды. УЗИ түсірсем, все, бауыр кетті деді маған. Содан соң мен уже дәрігерді де тоқтата бастадым. Реабилитация, психологпенен жұмыс, логопедпенен жұмыс, уже мен дәрігерді былай алып тастадым да. Енді қандай да мен балама көмектесуім керек. Енді Мэрин Хейлске бардым, сөздің шынын айтатын болсам, мен ешқандай да мына биодобавка, нелерді мына бизнес ешқайсысына менің хабарым жоқ, мен жамандамаймын, ештеңе айта алмаймын, себебі мен ол Мэрин Хейлсті мен ішіп көрген жоқпын, оны ішкен адамнан результат көрген жоқпын да, мен сондықтан да мен қалай мен аламын да мен балама беремін, мен бере алмаймын. Мен Гүлжан ханымға сендім, біріншіден бұл кісі дәрігер, қанша жылдан бері тыңдаймын, я прям тащу, знаете, каждый несін алып, сабақты алып, 2 жылдың ішінде Гүлжан ханымның семинарына келіп, бірінші рет осы невролог продукциясын сатып алдым. Соның өзінде де кешіремін да, вот мен сенім болмады менде. Себебі не? Себебі мен оны ішіп көрген жоқпын бұрын, биодобавка берген жоқпын. Қалай болады екен дедім, бірақ та мен Гүлжан ханымға сене отырып, баладан сұрай отырып, балама содан бастадым. 19 сентябрьден бері жазып берді маған Гүлжан ханым. Сол 2 ай ішті, 2 айдың ішінде менің көрген результатым, балам ет жеп бастады. Ет жемейтін, отвращение. Енді еттің өзін жемейді әрине. Оны мясорубкадан шығарып беремін, тартып солай буға пісіріп беремін.
содан соң түнде тыныш ұйықтайтын болды. 2 айдағы менің көрген результатым осы. Түнде енді мен баламды тастап жұмысқа кетемін ғой, жұмысқа кеткен кезде қорқады да ол. Мен ұзаққа тастап кетедім ма деп, я и ночью подрабатываю, и днем подрабатываю, как могу. И соныменен баламның бірінші рет сол аппетиті ашылып, кашадан басқа ештеңе жемейтін. Даже мен смесь беретінмін, кашадан малышко, молюткалар бар ғой, соларды беремін. Потому что баламның тамағы тоқ болу керек. Печеньені езіп беремін, шашып кеттім. Қазір шүкір 2 ай болды. Ет жеп жатыр, котлет жейді шүкір. Нони, енді менің бір есімде қалғаны баламның нони, соны айтып үйретіп жатырмын, сөйлей алмайды дұрыс. Шүкір. 2 айдың ішінде 19 сентябрьден бері қарай менің өзімнің практикамда болған нәрсе, өзім көрдім, көзім жетті. Мына гаджетна бутылка бар ғой, басқа суды ішпейді. Осы суды ішеді, бутылкада су болмай қалса, бітті онда уже. Білмеймін, басқа суды берсем ішпейді. Дорогие друзья, давайте поддержим нашего партнера. Именно потому что есть такие истории, друзья, мы производим наши продукты. И я думаю, что в компании New Wave, в компании Новая Волна мы будем много внимания уделять, в том числе и благотворительности. Это вот, пожалуйста. И, друзья,